Сәлем, ассалаумағалейкум барша достар, құрметті достар, біздің KMasterмен келесі сабағымызды бастаймыз. Видео монтаж сабағы достар. Көптен күткен, яғни бұл көк түтін деген ат қойдым бұл сабаққа. Достар, бұл сабақтың өте қарапайым жолын сіздерге түсіндіремін. Біріншіден видеоны көріп алсақ. Неке достар, дәл осындай керемет видео монтажды бүгін біз үйренетін боламыз. Ол үшін бізге керек KMaster керек болады. Мына жерден өзімізге жаңадан проект создавать етеміз. Мына жерде ашылған проекттер, оны қолданбаймыз. Жаңадан проект. Неке достар, дәл осылай суретке түсіп аламыз бірінші. Енді сурет сәндеуді білесіздер. Енді келесі сабақтарда мен KineMasterді осы суретке түсуді қалай қоюды сіздерге көрсететін боламын. Егер сіздерге оңай болса, осылай түссеңіздер болады. Тек қана ешқандай проблема жоқ, қолды көтересіздер. Окей. Бірінші бізде функция мінекей фотоны. Қазір сіздерге достар бұл фото менің өзімнің Photoshop істеген фотом, альбомда тұрған. Бұны сіздерге бұның бір қосымша сабақ болсын деп басшаны бір бөлек сабақ көрсетейін деп отырмын. Сіздерге эффектпен істелетін. Мінекей эффект. Окей, эффектке кіріп, екінші батырманы басамыз. Окей. Екінші батырма негізімен көп сөздерді қате оқиды екенмін. Соларға бір ақылдылар қадалып қалады. Сол үшін мен барынша ағылшынша мен орысша жазылған сөздерді оқығым келмейді. Жасырмай менің ана тілім болмағасын, мен орысша да ағылшынша да ондай қатты білмеймін. Окей. Әрмен қарай достар, енді көріп жатсыздар. Дәл осылай эффекттерді аламыз. Енді мінекей осы эффектті осы слойды аламыз. Мінекей қарасаңыздар, сол жер қозғалып жатыр. Қазір басынан көрсетейін. Мінекей жаймен қозғалды. Осының скоростын көбейтіп алсаңыздар, бұдан да әдемі көрінеді. Мен сіздерге алдын группаға осындай суреттер салған болатын видеолар. Адам қатты тұрады да, айналасы қозғалып тұратын. Енді осыны сіздерге бір түрін өзім көрсетіп кетемін. Неке дубликат достар, көріп жатсыздар, мен басқа нәрсе айтып кеттім, шыны керек. Дубликат 3 нүктеден дубликатты аласыздар. Осы дубликатты 3-еуін алсаңыздар жеткілікті, немесе 4-еуін. Әр жерге мінекей әр бөлікке осылай қойып шығасыздар. Дубликат деген 3-ке, яғни копировать етеді, қалай дейді, көшіреді, көбейтеді. Осылай қойып шығасыздар мінекей. Көрсеңіздер, көрдіңіздер ме, жан-жақтан қимылдап тұр мінекей. Тура су сияқты. Мінекей бұл функцияға арнайы бір күн бір сабақ түсіремін достар. Бұған бір реті келмей жүр, бір фото табудың бір керемет сабақтарды сіздерге түсіріп көрсетемін. Окей. Әрмен қарай достар, бұл функция дәл осы FX сіздерде болмаса, осының магазині болады достар. Магазиніне кіріп тартсаңыздар болады мінекей. Анау дүңгіршекке ұқсап тұрған сол магазин достар. Мінекей көріп жатсыздар, дәл осылай қимылдап тұрады. Көрдіңіздер достар, өте оңай, адам қатты тұрады. Енді окей, мынаны өшіріп тастай салайық, пока что бізге керек емес. Бұл жай ғана достар, бұл жай ғана сіздерге бір қосымша сабақ болсын деп түсіріп атқаным. Егер де ертең Photoshopпен осындай істейтін болсаңыздар, осы да бір қосымша вариант достар. Біз сіздерге бір артық мәлімет болсын деп түсірмеймін. Енді екінші фото мінекей. Осы батырманы басып, суретті тең дегенді басып, екеуін теңестіріп аламыз. Теңестірген кезде астыда бітуімен және де соңы екеуі бірдей қозғалады. Соны осыны теңді басып қойсаңыздар, суреттеріңіз жылжымай тұрады. Егер осы теңді баспасаңыздар, суреттеріңіз жылжып тұрады. Неке анау обрезать деген, яғни сол нүктеге ұқсайтын функция осы теңестіреді. Енді тағы да эффект, слой, енді мультимедиа. Мультимедиадан мен арнайы тартқан жасыл фондағы футаждар. Мен достар ВК-ға міндетті түрде бұны салып қоямын, егер керек болып жатса. Немесе қалай дейді, фон деп YouTube-тан тартсаңыздар да болады достар. Неке бізге осы басындағы дым ғана керек. Қалған түтіндер түкте сәйкес келмейді. Басқалардың барлығын зерттеп көргем. Сіздер әуре болмай қойыңыздар, шыны керек. Осы жерден бөлеміз, яғни бізге керек жерін. Енді неке тез көрсетіп жібердім ау деймін. Неке осы, неке осы қыздың суреті, сосын неке выключить. Осыны бассаңыздар, осылай болып шығады. Яғни артындағы жасыл фон жоқ болып кетеді да, бізге таза дымның өзі қалады. Енді осыны көреміз достар. Басы қай жерден басталады неке? Басы түтін көрдіңіздер, қай жерден басталады. Енді осыны түтін шығып жатқан жерді біздің қолға келіп сәйкестендіреміз. Үлкейтіңіздер, кішкентай қылыңыздар, екі саусақпен істесеңіздер тез болады. Мінекей өзінің көрсетілген функциясынан көріп, мінекей қазірден сіздер көрсеткен қандай болатын. Мінекей көрдіңіздер, дәл осылай шығады. Окей. Енді достар, бұл бұдан артық ұзармайды. Енді окей, тура осы жеріне қазір сіздерге көрсете салайын. Мінекей тағы бір басынан көре салайық. Окей. Тура осы жерінен қырқып алып тастаймыз достар.
бұны бір сохранить етіп аламыз. Мінекей мына жермен бір сохранить етіп алыңыздар. Бұнымен монтажымыз біткен жоқ достар, әрмен қарай қарайын. Бұны бір сохранить етіп аламыз. Окей, сол проектін қайтып ашамыз. Суретті удалить етіп тастаймыз. Енді төбедегі медиа файлмен, медиа браузермен экспорт дегеннің ішінде тұрады. Біздің жаңа сақтаған видеомыз экспорттың ішінде тұрады. Енді осыны аламыз достар. Бұны алған себеп мінекей мына астына жасыл фотошопты өшіріп тастау керек, бұның қажеті жоқ. Енді осының уақытын, скорсын, яғни жай аламыз, яғни скорсын азайтамыз. Бұл қазір бізде тез болып қалады, бір ары кетсем неге 7 секундта бұл тез бітіп қалады. Сол үшін біз бұны уақытын барынша баяу аламыз. Қазақшасы баяу болады. Неке баяу аламыз. Бір 6, 0,6 жеткілікті достар. 5 одан да қатты болып кетеді. 6 мен зерттеп көрдім, 5-і 4-ті қойып көрдім. 6 ең ішіндегі сәйкес келетін осы 6 болып табылады. Мінекей осылай жай шығады. Енді ол шында да әдемі көрінеді. Енді музыка қойсаңыздар да болады, қоймасаңыздар да болады. Мінекей музыка қойсаңыздар да міндетті, қоймасаңыздар да міндетті достар. Көрдіңіздер, өте оңай, өте қарапайым. Дәл осылай суретке түсіңіздер. Snapchat немесе PicsArtпен ағартып несін істеңіздер. Мен сіздерге бұл сабақты, PicsArt сабақты келесі сабақта көрсетемін. Мінекей достар, сіздерге пайдам тисе қуаныштымын. Сау саламатта болыңыздар. Love you.